Дайынсыңдар ма? Жиналыңдар, бұл тез кешігіміз қазір. Анашым, біз ол жақта қанша күн боламыз? Қысқы демалыстарың біткенше боласыңдар. Ауылда айран сүт ішіп, үй шаруасына көмектесіп қайтасыңдар. Өзіңіз білесіз ғой, жақында құрбымның туған күні, солармен отырайық деген едік. Ей қыз, ертең сабақ басталғанда жинала жатарсыңдар. Ауыл рахат емес пе? Не, апаларды сағынбадыңдар ма? Сағындық. Дұрыс айтасыз, анашым. Қайта жаңа түскен жеңгем қолына шай ішеміз, онымен ойнаймыз. Жеңгеме жақындас боламыз қайта. Қайсысы? Бармай жатқан қайсысы? Ей, ауыл рахат қой. Қызықтың бәрі ауылда ғой. Ауылға барып, айран сүт ішіп қайтасыңдар. Яғни ата мен апаға көмектесіп батасын аласыңдар ғой. Телефоннан кішкене арыласыңдар. Мен де мысалға сендермен барып қалғым келіп тұр, қызым. Бірақ менде жұмыс, бара алмаймын. Мен машинаны қыздыра берем. Сендер асықпай тез шығыңдар, Асықпай-ақ па, тезсіз ба? Керек заттарын жинаңдар. Қалып кетпесін заттарын, болыңдар тез. Мен дайынмын, шыға берем. Ал, Талғатжан, қондырған құсың құтты болсын. Осы апаларыңды аяқ қолын жылы суға малып отыратын құтты келін болсын. Рахмет апа, айтқаныңыз келсін. Осы әулетті алға сүрейтін апалары сияқты дана келін болсын. Ал, шай алыңдар. Ой, мынау немене суып қалған. На, қайтадан қайнатып әкел. Ойбай апа, ойбай, ыстық қой мынау. Газ емес, самаурынға қайнатып әкеш. Болады, апа. Сен де барып қасына көмектес, анау қаланың қызы самаурын екенін таба алмайтын да шығар. Жарайды апа. Хей, Бибі, келінің тәп-тәуір ғой. Мұны шайы де жап-жақсы. Неге жақтырмай отырсың? Кеше ғана түскен жоқ па? Келінді бастан деген. Ай, оларды қазірден қысып ұстамасаң, ертең басыңа шығып кетеді олар. Дұрыс айтасың. Әркім орнын білу керек. Келінді еркелетем деп мен не болдым? Жарайсың, Бибі. Бұларға қазір рахат қой. Бәрі дайын. Иә, дұрыс айтасың. Біздің кезімізде қандай еді? Тезек теріп, илеп, сиыр сауып, нан жауып, от жағып. Арасында балаға да қарап үлгердік қой, Ойбай ау, бұлардікі анау бір шай беруді де қатырмайды ғой, олар құдай. Мәні жақтың жолдары не болып кеткен өзі? Демалысымыз ұзақ болса болар еді, әйтпесе үнемі тез бітіп қала береді. 10 күн ұзақ емес па? Тым ұзақ емес. Мен ауылды ең қатты күнді сағындым, айтайын ба? Апаңды шығар. Жоқ. Онда Талғат көкеңді шығар? Жоқ. Жеңеңді емес шығар, енді ол өткені ғана келін болып түсті ғой. Жоқ, айтай салайын ба, тойдыңдар ма? Айтшы енді. Ең қатты сағынғаным ол лайканы. Әкешім ауылға Нұрисламдар да барады ма? Иә, олар жетіп алған шығар ол жаққа. Аллахай Нұрисламмен ойнаймыз. Жеңемен жақсырып танысамыз. Мен түше лайкамен серуендеймін. Қайным, неше жылдан бері бойдақ жүріп, әрең дегенде үйлендің ау өзіңде? Иә, біраз жүріп қалдым. Сөйтіп мінекей осы кісіні таптым. Ой, айналайындар, ай, өсіп келіп кетіп жүрсеңдер болады ғой. Осы сендердің де өмір уақыттан үйлеріңнен шықпай қойдыңдар әйтеуір. Келіншен айналайын, анау қазанға еттім олырақсы. Отыра келінжан. Апа, біз үшін әуре болмай-ақ қойыңыз.
Біз асығыспыз апа. Каникулда балаларды әкеліп тастайын дегенбіз ғой. Иә апа, балалардың қыстық каникул басталған, сізді сағындық деген соң сізге әкеп тастады. Ал неменеге сонша асығасыңдар, ей осы қонып ақ қайтуға болатын еді ғой осы. Соны айтам. Қалыңыздар, келіннің қолынан дәм алыңыздар. Қазір ет саламыз. Жұмыс деген шаруа деген бастан асып жатыр. Ренжімеңіздерші. Етке айры болмай қойыңыздар. Рахмет үлкен. Апа, сізге келін, бізге абысын. Жап жаңа келініңіз қалай екен? Рахмет. Келін жақсы. Иә, келін, тамағын дайындай бер. Бәріміз 10 күн бойы демалысты осында өткіземіз. Сендерді көріп қатты қуанып тұрмын. Я, мен де қуанып тұрмын. Демалысқа әрең жеттік ау. Жандары мен де қатысамын. Мадияр, Әлінұр қане жарысақ топты түсірмей кім қанша рет еді? Мен бастадым. 1, 2, 3. Енді менің кезегім. 1, 2, 3, 4. Енді менің кезегім. Топ демесе аяқ киім дұрыс болмай тұр, тағы тебемін. Мен ойнамайым. Сендер арамдықпен ойнап жатқан сияқтысыңдар. Ал анашым жақсы. Кеш батпай тұрып біз жетіп алайық енді. Иә, айналайындар. Жолдарың болсын, ақ жол болсын. Я негізі деймін да, қонып кеткендерің жақсы болатын еді. Аружанның артынан дүниесі келген ғой. Көрпе, жастық, төсек жетеді. Иә. Келесі жол бұйырса асықпай келерміз. Рахмет, көңілдеріңізге рахмет. Апа, енді мына балалар өздеріңізге аманат. Балалар, апаларыңды, ағалар мен жеңгелеріңді тыңдап тәртіпті болып жүріңдер, жарай ма? Иә. Ал ол жағын уайымдамай ақ қойыңдар. Өзім қараймын. Өзім де қатты сағынып қаппын өздерін. Айналайындар, ай. Келінжан, ай сен ағып тұрсың, тезірек тірлігіңді бітіре бер. Жарайды апа. Жақсы, жолдарыңыз болсын. Келіп тұрыңыздар. Мақұл, анашым, әкешім. Мен барып жеңгеме көмектесейін. Жақсы да, біз де жеңге көмесеміз. Жеңгемен жақсылап танысайық. Өте сұлу екен анашым, иә? Иә, жеңгелерің өте сұлу екен, тірлігіне көмектесіңдер. Біздің қыздар қандай ақылды алтын, иә? Үй жандерім сол. Ал. Біз келін болып түскен кезде деймін да. Осындай қайын сіңілдеріміз болмапты да, иә? Сен деп қоймайды екесің, Талғат аға, біз атқамын газетсіз ғой, иә? Иә. Көкпарға ертіп барыңызшы бізді де. Итімді тезірек әкеп бересіз болды. Иә, балақайлар, қазір кісілерді асықпай шығарып салайық. Сосын атқа міндет түрде отырғызам сендерді. Ең бастысы анамды, папамды сағындым демейсіңдер ма? Жылап? Ой, бұл балалар қазір дәу жігіт қой. Жылаған несі? Жарайды онда, біз жүрдік онда. Жақсы. Апа. Анашым жақсы, аман болыңыз. Аман болыңыз. Егер сенің жасың 7 мен 16 жас аралығында болса, және сен танымал актер болуды армандасаң, біз сенің арманыңды орындаймыз. Қазақстанның танымал актерлармен бірге бір киноға түсесің. Ол үшін сенің ата-анаң төмендегі номерге хабарлассын. Казпродакшн киностудиясы сенің арманыңды орындауға дайын. Жеңге, осы сіздер Талғат көке екеуіңіз қалай таныстыңыздар? Ой, қызық болды ғой. Мен саябақта жүріп телефонымды жоғалтып алдым. Звонясам өшірулі. Содан табылмай, көңіл күйім болмай, енді жоғалды ғой деп қайтып бара жатып көлікке отырсам, Талғат ағаларың маған телефонымды беріп тұр ғой. Ол қалай табылған екен? Сөйтсем, саябаққа бара жатқан кезде мен дәл сол көлікпен барған екем. Телефон қалтамнан түсіп қалған, заряды да өшіп қалған. Сөйтіп ағаларым мені саябақтан ары бері іздеп таппаған.
Сосын амал жоқ қайтып бара жатқан кезде мен жолда қол көтеріп тұрған екем. Содан ағаларың екеуміз біраз уақыт сөйлесіп жүрдік. Сосын үйленуім керек деп қоймай қойған соң келістім. Мәссаған, не деген сәйкестік? Талғат ағам өте адал ғой. Сіз телефон арқасынан нағыз жүректің сұлтаны жауапсыз. Иә, өзім де қатты таңғалып қалдым. О, қыздар, қалайсыңдар? Астарың дәмді болсын. Не істеп осындар? Сырласып болсын ма? Біз жеңгеге көмектесіп жатырмыз. Жеңге сізбен қалай танысқанын бізге айтып берді. Енді сізден сұрайықшы, қалай үйлендіңіздер? Ой, ол бір қызық болған. Жеңгелерім менің артынан біраз жүгірген. Мен біраз қарамай қойғам. Иә. Жай осылай, анда-санда келемін де жақсы көретінімді айтып кетем. Не деген романтика. Не мы такие, а жизнь такая, дейді ғой балақайлар. Жарайды, сендер кедергі жасамайын, өздерің отыра беріңдер, иә? Ағаларым осындай, әзілге де жақын, романтикадан да хабары бар. Жеңге, сізден бір нәрсе сұрайыншы. Осы апам сізді жақтырмайды ма? Жоға, біз бір-бірімізді қатты жақсы көреміз ғой. Жігіттің сұлтанын туып берген анасын мен әр қашан құрметтеуім керек емес пе? Қайдам? Сырт көзге солай көрінетін шығар. Бірақ ол кісі де мені қатты жақсы көреді. Сынап жүрген шығар онда сізді? Мүмкін. О, айналайындар. Бұл не отырыстарың жайлы өсік айтып, түскі тамақтың уақытысы болып қалды ғой. Кәне, тезірек былжырамай тамағыңды істе. Болыңдар, тез-тез. Қалайсыз, мама? Талғат, сен еркексің ғой. Айтсаң шанау еліңе, сипаңдай бермеймін, ширағырақ қимылдасын деп. Мама, уайымдамаңызшы. Мен енді айтып жүрмін. Мамамның көңілін тап деп жатырмын, қабағына қара деп жатырмын. Ол да барынша тырысып жүр. Енді қаланың қызы ғой, мама, білесіз. Ауылдың тіршілігіне енді үйреніп келе жатыр. Енді өзіңізді есіңізге алыңызшы. Кезінде келін болып түскен кезде. Енді сіздің де есіңіз шыққан шығар басында. Ой, біз бала кезімізден пысық болып өстік қой. Тезек те теріп, нан да пісіріп, тамақ та істеп, ата-анаға да жағып, бала да туып, бәріне біз көрдік қой. Мама ештеңе қылмайды. Әлі-ақ үйреніп кетеді. Бәрі жақсы болады. Сіз де ақырын-ақырын айтып қойыңыз. Мен де айтам. Байқадыңдар ма? Осы апамыз жеңгеміз жақтырмайтын сияқты, я? Жоқ, байқамадық. Иә, байқадым. Жеңгеміз үндемей тірлігін жасап жүрсе, апа оған қатты ұрсады. Бәсе бағана доп түйіп жүрсем, жеңге мені дүкенге жұмсады. Жарайды деп барайын деп жатсам, апа оған өзің бар деп ұрысты. Қысқасы былай жасаймыз. Біз жеңгемізді құтқаруымыз керек. Құтқарамыз, уайымдамаңдар, біз команда емеспіз бе? Иә. Қазақта жылқының атауы көп, білесіңдер, иә? Мысалы, не деп айтады? Құлын дейді, Иә. сосын не дейді? Жылқы дейді. Жылқы, тай дейді, иә? Бұл жарайды, сосын. Тамақтан алыңыздар, апа. Ал енді, тамағың дәмін көрейік енді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ас болсын. Мынау немелей? Тұзы удай қойтыпты немеле мынау? Қойыңызшы, апа. Біз көрейін. Мама, тұз жақсы? Сіз жаққа тұз көп болып кеткен ғой. Мәссаған, не деген керемет тамақ мынау. Жеңше тұзы идеальный. Бұндай тамақты ресторанда бермейді ғой. Керісінше тұзды аздау сияқты тұз әкеле саласыз ба, жеңеше? Ай, немене сонда мені ақымақ санап отырсыңдар ма, иә? Мен өтірік айтпайым сендерге. Ендеше бич, Ружан, мама тағы да тамақ пісіріп берші. Жарайды. Тұзын аз қыл. Біз де жеңгеге көмектесеміз. Жақсы, көмектесіңдер.
қайырымдардың қайырымдысы өзіне ғана құлшылық етіп өзіңнен ғана мейірім шапағат күтемін. Отбасымның ынтымағын, мейірім шапағатын, құт береке, әріс дәулетін бере гөр жасаған ем. Балам, кейінгі кезде қатын жанды болып бара жатырсың. Бәрі саған байланысты ғой. Мынау жайбасарлығын қойып, ширақтау, жиналып, өз ісіне өзі пысық болсын. Соны үйретіп қойсаңшы, балам. Анашым. Мен енді барынша айтып жүрмін оған. Енді өзіңізді жақсы түсінесіз ғой, анашым. Оның отбасы маған енді аманаттап тапсырып отыр ғой, өзінің қызын. Сені 9 ай 9 күн көтеріп, бағып қағып, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өстірген балам. Бүгін күні анаң саған жау болды ма, балам? Жоқ, анашым, олай дей көрмеңізші. Бәрі жақсы болады, ақырындап айтып қоям тағы да. Сіз мен үшін, анашым, әрқашанда бірінші орындасыз. Дегенмен де бәрі саған байланысты, балам. Мықтырақ ұстағайсың. Тағы да бір кішкене қаталдық танытам. Жаным сол. Келінжан! Ал апа. Мынауыңа қарағым-ау. Қарамайсың ба? Тал түске дейін балағап жата беретіндерің не? Кешіріңіз апа, қазір ішінем. Апа, қайда бара жатырсыз? Мен қазір келем жан. Өте хан, құлынымсың. Жеңге, осы сіздердің тойларыңыз күшті өтті ғой. Қарасаңшы, менде фотолары бар. Қан көрсетші. О, күшті түстіңдер, я? Біздің той шынымен де керемет өтті ғой. Сендер бәрін келдіңдер ме тойға? Бәріміз бардық. Мынау біздің атамыз. Мені қатты еркелетуші еді. Айтқанымыздың бәрін алып беретін еді ғой. Биыл қайтқанына 4 жыл болыпты. Ал қыздар, онда көңілге түсірмейміз. Боянуды бастаймыз ба? Кет. Келе ғой. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10. Ағай, мықты екенсіз ғой? Рахмет. Аға, бізді қашан атқа мінуге апарасыз? Қазір балалар, атты жақсылап дайындап алу керек, суытып алу керек, сосын барып отырғызу керек. Сендерді түсініңдер ме? Атысып тұрма, сонда қалай сұтамыз оларды? Түсінді, мысалы тренировка алдында ағайлар жүгірдік қойып, денелерді қысын деп сол сияқты ма? Міне, біледі екенсің ғой сен. Атқа мінбес бұрын жақсылап дайындау керек, суыту керек. Әйтпесе, бірден ерді салып жіберіп шапқылап кететін болсам, ат қиналып қалады балдар. Түсіндіңдер ғой? Қазір біраздан кейін атқа отырғызам, сосын қырдың басына барып қайтайық. Қыдыртам сендерді, жарайды, ал, әкел. Үйге барып демалыңдар. Әйтпесе қазір мұздақ боласыңдар. Балақайлар.
Неге күліп жатырсыңдар? Операция успешно прошел деп қоясың ғой. Это отличная работа, сэр. Неге мәссіңдер айтсаңдар? Это командная работа, брат. Апаға айтам, сендерді айтпасаңдар. Айтпа, айтпесе бәрімізді қырады. Апаға пранк жасадық. Пранк жасағанымызды білмейді. Айтып қойып жүрме. Атамыз бар болғанда сізге апа ұшпаушы еді. Апа маған қашан ұрысты? Жоқ. Ол кісі мені қатты жақсы көреді ғой. Ой, жеңге, қойыңызшы осындайды. Көріп жүрміз ғой. Келін! Ей, келін! Кімді айтсын соң бар дейм. Ей, мынау не масқара? Мені елдің алдында масқаралап, ма? Білмедім, апа, бұл не? Өтік білмей қалмашы, осының бәрін сенсің істеп жүрген. Апа, не болып қалды? Ай, мынаны менің арқама шапсырып қойып, жұрттың бәрі маған қарайды да күледі, қарайды да күледі. Ойбу, апа, мен мүлдем байқамаппын. Я, ойнақсың сен мені көрсетем мен саған. Әй, бейбі, негізі сен осы бар ғой, келінге жұмсақсың. Қаталырақ болу керек қой. Айтпақшы бар ғой, өткенде келініңнің инстаграмын көрдім. Суреттер салып ақ тастаған екен. Келін мынау деп тұрған ол жоқ. Соның бәрін бар ғой, тиіп тастау керек. Ай, сонда қалай? Ашық-шашық түскен бе? Ай, маған көрінбейді әйтеуір. Жоқ, киімі ашық емес. Тек еркелей ма? Тұштаңдап әр жерге бүйтіп суретін түсе беріп қой. Саған көрінбесі онда сені блокқа тығып тастаған ғой. Талғатта үндемейді екен оған. Келінді бастан деген. Келін болып түстіме осы үйдің заңына бағыну керек қой. Жоқ, бұлай тірлігіне жаман емес, пысық. Бірақ әйтеуір сол келгелі бір түрлі маған жақпайды. Тіпті соқаным сүймейді. Жоқ, келін жаман емес. Барсаң осы құрақ ұшып, аяқ қолы жерге тимей қызметін жасайды. Тек бар ғой, анау инстаграмдағы суреті болмайды. Келін ғой қанша дегенмен. Жұрт бар, ел бар дегендей. Қостап сәл-пәл ұялу керек қой. Кән балалар, бәріміз бірге бір селфи жасайықшы, я? Иә, Давайте, қараймыз. Тағы да бір рет, я? Күшті шықты. Айтшы, давайте тик-ток түсіреміз. Давай. Жарайды? Қайсына түсеміз? Анаған түсейікші, ана Кинчана деген бір ғой. Мама, қалыңыз қалай? Міне, нан қара. Менің арқама жапсырып, бүткіл елдің алдында мені масқаралап күлкі етіп отыр. Маған жапсырып қойған ба сонда? Иә. Күшті қып салып қойыпты ғой, Ойбай, жаман қып салыпты. Дұрыс емес қой мынау деген сұмдық қой мынау. Келіндегіс емес қой мына істеп жүрген, мама. Ай, сонда немене, басқа біреудің енесі ме екен, ай сонда? Балалар ғой істеп жүрген мынаны. Сенің қатының кейін кезде маған тіпті ұнамай жүр. Бала шағымын тик-ток дейме, азданнан кешке дейін телефон ұстап, инстаграм дейме, оны саздай мен апарып блокқа тығып тастапты. Мәссаған. Осының бәрін бүткіл мен емес, елдер айтып жатыр. Дұрыс емес апа, мен міндетті түрде сөйлесетін болам. Одан да айтқыш бектерді бар ғой, соларды тықсын блокқа керек болса. Иә? Жарайды, мама. Мынау сурет мәжере жатпасын. Апарып лақтырып тастайын, жарай ма? Тезірек көзің құрт. Иә.
Алло, құдағи, сәлеметсіз ба? Иә, қалай, жағдайыңыз жақсы ма? Біздікі жақсы болмай тұр ғой. Анау қызыңыз азаннан кешке дейін телефонмен ойнап, бала шағамен қосылып алып, тик-ток дей ма, инстаграм дей ма, ойбай-ау, енді мені блокқа тығып тастапты. Иә, сол жағын айтып былай, тәрбиеңізді дұрыстап берерсен, құдағи. Мейлі, аман болайық әйтеуір. Хош болыңыз. Опять курткамды? Осы сен немен маған көңілін таппайсың, а? Ту, не істесем де жақпай қойдым ғой. Істеп жүрген болған деп кішкене сөйлеспейсің ба, кішкене жылғабақ танытпайсың ба? Қызықсың сен. Ту, жан неге ашуланып отырсың? Мен мамамды инстаграмда блокқа тығып тастаған екенсің. Шығар блоктан, ұқтың ба? Телефонға қарауға уақытым болып жүрген жоқ қой. Айтқанды істе, болды, ұқтың ба? Жұмысқа кетіп баратырмын, асығып. Талғат неге ашуланып жатсың? Болды, келгеннен кейін сөйлесеміз. WhatsApp'тағы абаңды өзгертші. Команда, менде күшті идея бар. Күйе? Иә. Онда Нұрислам, сен былай істейсің. Күйені сен жағасың, ал қалғандарымыз группа поддержки боламыз. Жарай ма? Иә. Мен Нұрисламмен бірге боламын. Жарай. Әйкен, мына мен бетімді бояп беріңдер, ана гәттестеріммен баратын жерім бар еді. Жарайды апа, жүріңіз. Мейлі, рахмет. Кет. Жақсы апа, Жақсы. Апа, қайда кетіп бара жатсыз? Құрбыларыммен кездесіп қайтам. Мына жеріңізде бірдеңе тұр екен. Ал балалар, мен қазір бір жерге барып келем, сендер ұзаққа ұзамай осы жақын жерде ойнаңдар. Жарайды апа, жақсы барып қайтыңыз. Келін. Не болып қалды апа? Үлкен кісімен де осылай ойнайым екен, қандайсың сен қыз? Ойбу апа, мұртыңыз құтты болсын. Кешіріңіз, кім істеген бұны? Өзіңнің де мұртың құтты болсын. Ойбу, мына қайдан жағылып қалған? Дана! Бер кел! Сендер бәріңе не болған, Мұнан ұлдар жасаған екен ғой. Ой, бұзық немелер, қазір көрсетем сендерге қазір. Қайда бәр, бұзықтар қайдасыңдар? Кәні қайсысың мұны істеп жүрген? Әлинұр қайда, Әлинұр? Әлинұр, сен үндемей жүріп бәрін бүлдірген мұна сенсің ғой деймін, қаны, ойындаңдар қаны. Мен емес апа, қарсаңызшы, бізге де беру жақып кетіпті. Аружан, осы сен ғой дейм осының бәрін бүлдіріп жүрген, күдіктім сенсің. Жоға апа, мен емес, көріп тұрсыз ғой, маған да жақып кеткен. Саған жақса сен үйде отырған адамсың ғой, мен көпшіліктің алдына барып күлкі болдым. Бәрі маған қарайды да күледі. Нұрислам,
Үндеме жүріп, бәрелің бәрі сенен шыққан. Кәне мойында. Жоқ апа, мен емеспін. Мадияр сен ба? Ой, мені білесіз ғой апа, мен өзім жүрген адаммын. Ұлдар емес. Қыздар емес. Әй, Аружан. Менің күдіктім сенсің. Осының бәрін білдіріп жүрген мына сенсің. Ісім сенімен болсын. Көрсетем мен саған. Аружан, сен осы бізден әбден шаршап жүрсің ау дейін. Маған да тыныштық керек айналайын. Әбден шаршадым. Өткен жолың анау. Бүгінгі мынау өткен жұрттың алдында масқара қылып. Сен осы анау үйіңе барып, біраз демаласың ғой дейін. Балам келген соң өзім бәр мән жайды түсіндіріп айтармын. Сөйте ғой. Жеңешеге не болып қалды сізге? Ештеңе. Команда, біздің ойынымыздан от шығып жатқан сияқты. Тезірек апа мен жеңгені татуластырмасақ, жағдай қиын болайын деп тұр. Иә, жеңге жылап жатыр. Бағана оған апа қатты ұрысты да кете бер деді. Қойшы өйтіп айтты ба? Шлей етіп айтқан жоқ, типа солай айтты ғой. Тағы да соңғы күндері бір тілі болып жүр. Иә, апа демей жүрген суы жүр, мен де байқадым. Суымай қайтеді, апам күнде жамандай берседі. Срочно жеңгені құтқару операциясын бастау керек. Бізге тапсырма беріңіз, капитан әпше. Так, былай істейміз. Бүгіннен бастап жеңгенің барлық тірліктеріне көмектесеміз. Бірақ апаға білдіріп қоймаңдар. Бәрін жеңгем істеп жүр деп ойлай берсін. Келістік пе? Келістік. Сосын оларды жасамақ? Әрине. Келінім пысық деп риза болады. Еще Талғат көкеге де мақтайды. Командамыз ба? Иә. Охо. Мыналарға не болған не? Ай, тыныштық па? Не болып қалды, мама? Сен істедің ба? Біреу тағы бір нәрсені білдіріп қойды ма? Жоқ, анау есік алдынан бастап бүткіл бөлмелердің бәрін айнадай жарқыратып қойыпты. Мынау сен айтып, қысым жасап,
істетіп қойған жоқсың ба? Жоқ анашым. Керісінше мен ойлап тұрмын ғой, сізді қинақ қойды ма екен деп бәрін. Менің нем бар сенің қатыныңда? Ай, бөлменің бәрін жылан жалағандай қылып жарқыратып қойыпты. Жеңге, бүгін қандай тамақ істейсіз? Білмедім соны. Менде бір күшікте де бар. Қандай? Алло, анашым, қалыңыз қалай? Бізде бәрі жақсы. Иә, күшті демалып жатырмыз. Анашым, бір нәрсе сұрайын деп едім. Апа, не сүйікті тамақ қандай білесіз бе? Лағман ба? Рахмет, сізді жақсы көремін. Жеңше, бүгін жақсылап тұрып лағман жасаймыз. Апа менің жасаған тамағымды ұнатпайды. Біз сізге көмектесеміз ғой. ютубтан көре саламыз жеңше, уайымдамаңыз. Былай жасаймыз. Апан өзі жасап береді. Қызықсың сенің кәр. Маған әрең шыдап жүрген адам менің орныма тамақ жасай ма? Жеңгемен тыңдаңызшы өтініш. Бүйтесіз, апаға барасыз да, апа қыздар маған лағман жасауды үйрет деп жатыр. Мен айттым, мен үшін жасай алмаймын. Лағманды әлемде ең күшті жасайтын адам апаларын. Сол кісі бәрімізге үйретсінші дедім дейсіз. Мен сізге көмектесіп тұрамын деп қойыңыз. Мәссаған Икар, сен нағыз психологсың ғой. Жеңше, шынымен де сөйтіп айтсаңыз, сізге апа риза болады. Мені ақыры мойындап келді ғой алдыма деп. Жарайды қыздар, келістік. Қыздар, сендер нағыз менің жанашырымсыңдар ғой. Мен сендерді қатты жақсы көрем. Біз де сізді жақсы көреміз. Благодарность потом. Давайте за дело, команда. Қойсаңшы, апамдар байқап қойса жатпап. Ой, ешкім қарап тұрған жоқ. Жаным, сен маған ренжімеші. Кешірек үшін кешірім сұраймын. Жарай ма? Сен мен кешіру үшін не істеуіме болады, айтшы. Кез келген нәрсе айтшы. Шынымен ба? Иә, кез келген нәрсені айтшы. Онда гүл әкеліңіз. Гүл? Бір гамаз гүл әкелейін ба? Болды ендеше, тағы не әкелейін? Тағы үйдегі балаларға шоколад тәтті алып келіңізші. Сол-ақ па? Иә. Қазір-ақ бүйтіп орындай салам ғой мен. Жарай ма? Күтем? Иә, үстіңе киіп алсайшы, мұздайсың ғой. Жарайды. Тез кел. Иә. Киіп ал деймін. Жарайды. Апа, кешіріңіз мазаласам. Иә, не болып қалды? Сізге бір өтініш айтсам бола ма? Иә, айта ғой. Маған қыздар лағман жасауды үйрет деп жатыр еді. Саған лағман? Я, сен не дедің? Мен оларға айттым, мен лағманды онша жасай алмаймын дедім. Я, дұрыс. Тек лағманды емес. Сосын. Мен лағманды әлемде ең жақсы жасайтын адам ол анашым дедім. Содан соң бәрімізге үйретіңізші өтініш. Жарайды енді. Үйренгісі келген адам болса, талантымды неге үйретпеске? Мен болмасам қайтер едіңдер, осы сендер. Біз кішкентайымыздан машықтан үйреніп алғанбыз ғой. Жарайды онда заттарыңды дайындай бер. Мен барып қазір бәрін үйретем, көрсетем. Жарайды, апатай. Қыздар, сендерге сөзім жоқ. Апа келісті. Талаш, естіп қоймасын. Апаға білдіріп қоймаңдар. Иә, шынымен үйренгісі келетін адам жасап отырайық. Мен шынымен үйренгім келіп тұр. Ертең маған керек болады ғой. ютубтан көре саласың ғой. Ютуб бөлек, апаң лағман бөлек қой нелі. Дұрыс айтасың. Ручкамен тіптер алайық. Шынымен жазып отқан адамдар қыз. Иә, айтқандарын жазып отырайық. Кеттік онда, дайындалайық. Кеттік.
Не іздеп жатырсыңдар? Тағы не білдіреміз? Тема не тема? Айтсаңдаршы. Шешуің үшін жүрміз ғой. Бізге тағы да ручкамен дөптер тауып беріңдерші. Тағы да алсаң да жеңге кезе керек. Иә. Бізде қатыссақ бола ма? Болады, бірақ шоламай отырасыңдар. Келістік. Мы же команда. Бопты онда екеуің бізбен бірге тыныш жазып отырасыңдар. Нұрисам, ал сен бізді видеоға түсір. Болды, келістік. О, міне апаларым келді. Ой, рахмет, рахмет, балалар. Шынымен лағман жасауды үйренгілерің келеді ма? Әрине апа, біз сіз сияқты болғымыз келеді. Я, апа, сізге ұқсасақ арман бар ма? Апа, бір сұрағым бар, не үйренейін деп жатырмыз? Ал, балалар, лағманды жасау үшін алдымен не керек? Жоқ, апа, білмейміз. Мен білемін, қазан керек шығар. Жоқ, от керек. Жоқ, таппадыңдар. Алдымен лағман жасау үшін көңіл күй, ықылас керек. Жазып қойыңдар. Сол кезде ғана тамағың дәмді болып шығады. Подливкінің ингредиенттерін жазып алыңдар. Май, ет, пияз, ләзі керек. Ләзі? Апа, ол не та? Ләзі деген анау әлгі болгарский перецің қазақшасы ғой. Осылардың бәрін майдалап турап, майға салып, қуыруға дайындаймыз. Онда апа, мен сізге көмектесіп жіберейін, иә? Жоқ, айналайын. Бүгін бір сен демалшы. Мен өзім бәрін өзім жасайын, сен отырып, үйреніп жазып ал. Жарайды апа. Ал айналайындар, түсінікті болды ма? Енді қолдарыңды жуып, залдағы столға барып шайғаса деріңдер. Ал, бара қойыңдар, балалар. Қалай түсінікті болды ма? Бәрі керемет болды, апа. Әрбір тамағыңызға мастер-класс керек екен. Қыласың, рахмет. Ден қойып, тыңдап, бірге турап, бірге жүрдің. Рахмет саған. Ары қарай енді өзім жасаймын. Онсыз да барлығын сіз жасадыңыз. Енді сіз де барып демала беріңіз. Жоқ, жаным, сен барып отыра ғой. Баяғы жас кезім есіме түсіп, шабыттанып, күшті болып тұрмын. Маған мешайт етпе маған. Әйтпесе екеуім ұрысып қалармыз. Жарайды, апа. Ал, балалар, мынау енді лағманның қалай шыққанын дәмін көрейік, ә? Өзіңіз бастаңыз, апа. Қане? Неткен керемет дәм, апа. Өмірімде мұндай дәмді лағман жемеппін. Иә. Шыныңыз айтсын, шыннан көзіңіз істедіңіз ба? Бәрі керемет болды, апа. Сізге көп-көп рахмет. Сіз болмағанда бізге кім үйретер еді? Ал енді отырып жақсылап тамақтанып алыңыз. Апа, мынау сізге бәріміздің атымыздан сыйлық. Ой, рахмет, балапан. Рахмет. Өркенің өсін көп жаса. Рахмет, апа. Мама, жаным сол. Қосағыңмен қосағар балапаным. Әумин. Ал енді бүгін мен өз қолымнан тамақ берейін, отыр. Апа, отыра бермедіңіз бе? Мен өзім ақ салып әкеле саламын. Жоқ, жаным, бүгін мен өз балама өз қолыммен тамақ берейін. Мама, деме ғой. Ерекше көңілді ғой. Меңіз. Жұмыс қалай болды? Жақсы. Міне, балам. Охо, мама, рахмет. Өзіңіз де отырыңыз, кеңіз. Асыңыз дәмді болсын, отағасы. Ой, рахмет, үлкен. Ал, балалар, тамақтан алыңдар. Апа, көзіңіз жұмыңызшы. Ал? Бүгін бізге үйреткеніңіз үшін бізден сізге сыйлық бар. Ой, балапандарым, ау, сендердің осында жүргеніңіз маған үлкен сыйлық қой. Көзіңізді ашыңыз, апа.
Рахмет алапандарың сол. Рахмет. Отбасыңыздың амандығы болсын, деніміз сау болсын, өркеніміз өсе берсін. Ал, тамақтан алыңдар. Ал. Жеңше, видео дайын көресіз бе? Қан, әкел көрейік. Мәссаған, мырза бала. Видео өте әдемі шықты ғой. Рахмет саған. Менің телефоныма да өткізіп қоя сал, я? Әрине ақ жеңшем менің. Алло, құдағи, саламатсыз ба? Жағдайыңыз жақсы ма? Құда қалай, аман есенсіздер ме? Өткен жолы мен кішкене асығыстау жасап қойыппын. Анау қызыңызға рахмет. Мынау менің өр мінезіме шыдап, өзінің тектілігімен өмірі бетіме келген емес. Сіздің тәрбиеңіз ғой, рахмет сізге. Артық кетсем ренжімеңіз, сау болыңыздар. Қалайсыз, мама? Шақырдыңыз ба? Рахмет айналайын келгеніңе. Сен анау келінге бірдеңе деп жүрме. Анау сен әпермеген гүлді менің келін жаным әкеп берді бүгін. Келіңізші. Сен маған біресе айтқың келіп отыр, апама не істедіңдер? Бәріне мақтап жүр ғой сендер, риза болып. Оның бәрі балалардың арқасы ғой. Сіздің іні қарындастарыңыздың бәрі гений ғой. Не істедіңдер? Оны кейін айтам. Менде бір ой болып тұр. Балаларды қалай қуантсақ болады? Ол да сөз болып па? Білесің ғой мен, бәрін қуантып жүрген жақсы көрем ғой. Ендеше былай істейік. Далаға мангалды шығарайық. Жақсылап тұрып шашлық пісірейін сосын. О, тема. Онда бүгін балаларға мерекелік стол дайындаймыз, я? Күшті отырыс болайын деп тұр. Я. Рахмет саған, осының бәрі сенің арқа. Сіздің де арқаңыз ғой, отағасы. Жақсы, рахмет ендеше. Жақсы. Қатты қуанып жүр. Команда миссия орындалды. Мессенджермен мақтанамын жандарым. Бірлігіміздің күшімен енемен келінді татуластырдық. Әлемде барлық ене мен келін осылай татуласып жүрсе ғой. Татуласып бізді көмекке шақырсын. Нұрислам екеуміздің қолымыз тегіл ғой. Екеуміздің күйе жаққанымызды айтып жатыр. Команда, біз әрқашан біргеміз. Бейбі, инстаграмнан видеоңды көрдік. Тамаша шығыпты.
Бірақ білмеймін. Соны саған істетпей-ақ келінің өзі істесе де болмайды ма деймін да. Соны айтам-ау. Баяғыда біз енелерімізге еш нәрсе істетпей бәрін өзіміз жасаушы едік қой. Келініңде ұят жоқ екен. Сен тамақ істеп жатырсың. Ал болса бедірейіп отыр ғой. Содан кейін ғой сендердің енелерің сендерден қашып үлкен баласын үйіне кеткені. Сендерден бір күшті нәрсе естейін бе деп келіп едім. Тіпті менің келгенімді жақтырмаған сияқтысыңдар ғой. Сендер енелеріңді жақтырмадыңдар, енді келіндерің де сендерді жақтырмайды. Бұл өмір бумеранг екен ғой. Атаңа не істесең алдыңа сол келеді деген. Менің келінім туралы енді бір ауыздарыңнан жаман сөз шықса, араласуды қоямын, уәде. Баяғыда енем марқұм мені ерекше жақсы көретін. Кейде ай мен неге солай істемеймін деп ойланам. Қой, мен қайтайын. Келінімді сағынып кеттім. Қайтайын. Мынау тошына алжиын деген ба? Әлде біз алжиын дедік пе? Біз ау дейін. Алжан. Енді сіздерге үлкен рахмет. Балалар жақсы демалған сияқты. Иә, қайтқыларда келмей тұр. Ал балалар, демалыстарың қалай өтті? Өте керемет демалыс болды ғой. Иә, есің кетпесе демалыс болды. Апа бізге лағман жасауды үйретті. Көрдік, е? Инстаграмнан. Неге кезінде бізге де солай үйретпеген екен деп? Иә, бізге жаман қатал болдыңыз ғой, апа. Ол кезде сіздерге кер жағатын адам болмады ғой. Бәлем Нұрсына, мына сен екенсің ғой, білдіріп жүрген бәрін. Жоқ апа, мен емеспін, көрдіңіз ғой, маған да біреу жақып кетті. Ол кезде маған үйретіп ешкім келген жоқ қой. Әйтпесе бәрін үйретер едім. Келесі келгенде сіздерге YouTube каналын ашып берем, тек бізге емес бәріне үйретсеңіздер күшті болар еді. Нұрислам, сен бүйтсейші, біздің үйде қал, бізге бала бол. Сабағым ше? Ештеңе қылмайды, осында ауысып аласың. Сабағыңа апарып тұрам сені. Мына апама каналын жүргізуді үйретесің. Демалыста келеміз ғой, сол кезде түсірерміз. Апа, бізді қызым демедіңіз ғой, Аружан. Апамның жүрегін қалай тез жаулап алғансың, бізге тегі қиын болды ғой. Ол біздің құпия. Осындай балаларды тәрбиелеп берген сіздерге көп рахмет. Ал балалар, 1, 2, 3. Біз командамыз! Күшті команда кесін. Сәлем құрметті достар, егерде сіз үлкен киноға түскіңіз келсе, Қазпродакшн түсіргелі жатқан киноның кастингіне кел. Менімен бірге киноға түс.